Баршаңызға сәлем, сіздермен Әсел. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз бұл видеода сырные шарики дайындайтын боламыз. Бұл өте дәмді әрі тез дайындалатын тіске басарлардың бірі болып саналады, және бұл сырные шарикидің құрамына небәрі 3-4 ингредиент қана кетеді. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сырные шарики дайындау үшін бізге 200 грамм ірімшік, 4-5 ас қасық ұн, 1 жұмыртқа және қалауыңызға қарай дәмдеуіштер немесе тұз қосуға болады. Алдымен ірімшікті үккіштен өткізіп аламыз. Содан соң 4-5 ас қасық ұнды, 1 жұмыртқаны және дәміне қарай дәмдеуіштеріңізді немесе тұзды қосып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Біздің ірімшікті қамырымыз дайын болғаннан кейін оны бірнеше бөлікке бөліп қоямыз. Ірімшікті қамырымызды осылай бірнеше бөлікке бөліп алғаннан кейін бөлек ірімшікті кубик етіп турап, сырный шарикидің ортасына салатын боламыз. Яғни дәл осылай жасайтын болсаңыз, сырный шарикидің ортасы сондай созылмалы, әдемі болып шығады. Алдымен қамырды осылай тегістеп аламыз қолымызбен және ортасына бір кубиктен саламыз, яғни ірімшіктен салып, барлығын осылай домалатып шығамыз. Ірімшікті шариктер әбден дайын болғаннан кейін сұйық майды табада қыздырып, шариктерді қызарғанша қуырып аламыз. Мінекей достар, біздің ірімшікті шариктеріміз дайын болды. Баршаңызға дәл осы рецепт бойынша жасауды кеңес етемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік.